отансүйгіштік қайдан шығады? Отансүйгіштік осындай өзінің батыр бабалардың болғанын, олардың қасық қаны қалғанша жанын қиып осы жерді қалай қорғағаны жайында ерліктерін білу керек біздің жастарымыз. Мәселен, былтыр біз естідік, қуандық, Алпамыс батыр жырын жаңағы Алматыда 1300 бала жаттап айтыпты. Құдай дедім, Құдайға тәуба, біз енді өзіміздің ата салтымызға, ата мұрасына бет бұрдық. Ертең кеше Ғабит Мүсірепов ағамыз да айтқан еді. Өзінің туған әдебиетін, асыл мұрасын білмеген ұлтты өзінің ұлттық қасиетінен айырылады деп. Тілінен де айырылады, бәрінен де айырылады, жұрдай болады деп. Осы мынау біздің азаматтарымыз қолға алып, біздің теледидарлардан осыны көрсетіп жүргеніміз мен қатты қуанамын. Ерекше ағалық алғысымды айтамын. Шырақтарым, бұл өте дұрыс. Осы Қобыланды батыр жырын жырлатып, елге осындай бір жақсы бір жаңалық таратып жатыр. Мен шын жүректен қолдаймын. Мен естуімше жалпы 25 мың мұғалім, 50 мың оқушы қатысады екен. 5 мың мектептен Қазақстан. Құдайға тәуба шүкір бұғанда. Соған енді Құдай қаласа мынау дайындап атқан сияқылары қомақты естуімше. Мәселен, жеңген мұғалімдерге 2 миллион теңге, жеңген оқушыларға 1 миллион теңге сияқ төлейді екен. Мәселе сияқы емес. Мәселе мына ұрпақтың санасына халқымыздан қалған игі дәстүрлерді сіңіру. Ол эпостарда халықтың әдет ғұрпы бар, салты бар, ұлттық мінезі бар. Онда үлкен бір ерлік образдары бар. Сондықтан шын жүректен мен осы үрдісті қолдаймын, бастаманы. Осы дайындалып жатқан інілеріме, қарындастарыма, балаларыма, немерелеріме шын жүректен табыс тілеймін. Табысты болыңдар, шырақтарым, абыройлы болыңдар. Отандарыңды сүйіңдер, сенің қазақтан басқа отаның жоқ. Қазақстанда, қазақтың жерінде туу да, сол қазақтың жерінде тұру да бақыт деп есептеймін. Сол бақыттың иесі сендерсіңдер. Тәуелсіздік заманында туған ұрпақ өсіп келе жатыр қазір желкілдеп. Көз тимесін деймін, Құдайға тәуба. Біздің балалар әр жерден бүкіл халықаралық жарыстарға қатысып, бәйгені жұлып әкеліп жатыр. Ал қатысыңдар мына Қобыланды бабаңның рухын көтеріңдер.